Құрметті достар, қызыңызды немесе әйеліңізді ренжітіп қойсаңыз, кейбіреулер 101 Раушангүл сыйлайды дейді. Ал біз сіздерге 101 кеңес бағдарламасын көріңіздер дейміз. Оның жүргізушісі Мырзабек Еркебұлан. Біз бастаймыз. Сәлеметсіз бе? Мен жұмысқа тұруға бастықпен кездесуге жазылып қойып едім. Айдос Болатбекұлы өзінде ма? Айдос Болатбекұлы мазаламасын деген. Құрметті көрермендер, бастықпен кездескілеріңіз келсе, ең алдымен хатшыдан өтіп алу керек. Ал ол оңайға келмейді. Сондықтан мен қазір сіздерге хатшыдан өту үшін не істеу керек, не істемеу керек екенін көрсетемін. Мұқият қарап алыңыздар. Сәлеметсіз, Айдос Болатбекұлы өзінде ма? Айдос Болатбекұлы мазаламасын деген. Білесіз бе, бүгін сондай құлпырып кетіпсіз. Мені не, кеше көрдің ба? Мені қазір өткізесіз, одан кейін мен жұмысқа тұрып алам, одан кейін сені өзімнің хатшым қылып алам. Не ғой? Прическаңыз сондай әдемі. Азанда басыңыз жуатын су болмай қалды ма? Қаз өткізбесең, енді қайтып келмеймін, есінде болсын. Жұмысқа орналасып алам, түрмеде шертен. Мен сізді қаз өмірімде бірінші рет көрдім да, ғашық болып қалдым. Менің әйелім боласыз ба? Мен ба? Ойлану керек, енді білмеймін. Сіз ойланып алыңыз, ал мен бастыққа кіріп шығайын, е? Пиццаға тапсырыс бердіңіздер ма? Түсіндім, бастық төлейді. Мен онда кіріп шығайын, е? Маған бересеңіз өзім төлеймін. Айдосқа. Тоқта. Айдос Болатбекұлы өзінде ме? Мен кіріп шығайын. Ал мынау сізге? Кіріңіз. Бастыққа кірер алдында өзің жұмысқа тұруға келдім. Аласыз ба, алмайсыз ба? Бірден айтыңыз, мен басқа жерде күтіп тұр. Бара бересің бе? Менің шарттарым айына $2000 және де қалаған уақытында жұмысқа келем. Мен жұмыс жөнінде келіп отыр едім. Резюмеңізді оқыдым. Тәжірибеңіз мол екен. Бізге өздеріңіз сияқты мамандар қажет. Өзіңізді жақсы жағынан көрсетемін деп, тым асырып жібермеңіз. Сіз резюмеңізде ағылшын, француз, қытай, неміс тілдерін, араб тілдерін білемін деп жазыпсыздар. Кім, мен ба? Оны кім тексереді дейсің? Ашын жазсам ғой? Білгім келеді деп жазған ғой? Білем, қазір ұмытып қалдым. Сіз резюмеңізде ағылшын, орыс, қазақ тілдерін білемін деп жазыпсыз. Бірақ аудармамен. Естеріңізде болсын. Кез келген адам мақтағанды жақсы көреді. Бірақ артық қылам деп тыртық қылып қойып жүрмеңіздер. Басеге, пиджагыңыз керемет екен. Рахмет. Менің атам мал бағып жүрген кезде тура осында пиджак киген. Пиджагыңыз керемет екен. Рахмет. Кит көрсем бола ма? Пиджагыңыз керемет екен. Қай жерден алдыңыз? Әйелім Парижден әкеп берген $5000. Тура осындайды базарда 5000 теңгеден көрдім ғой. Бұндай компанияда жұмыс істеп,
компанияны осындай дәрежеге жеткізу тек сіздің қолыңыздан келетін шығар. Енді қолымыздан келгенше. Біраз ақша жеп қойдыңыз ау деймін, Әдемі екен, бұл кім? Ол менің әйелім. Мен мамаңыз ба деп ойлап қалсам. Әдемі екен, анаңыз ба? Ол менің әйелім. Жас көрінеді екен. Мынау фотода жеңгеңіз ба? Иә. Ең әпкем бар, бұдан да әдемі, үйленбеген? Шынымды айтсам, сізбен жұмыс істеу мен үшін үлкен тәжірибе. Жарайды, ертеңнен бастап жұмысқа кірісе беруіңізге болады. Келістік. Жаным, тауға мамаммен бірге барсақ қалай қарайсың? Құрметті достар, дәл осындай кездерде тауға шығып, бір өз еркіңмен серуендеп, таза ауа жұтайын деген кезде, сенің әйеліңмен менің мамам бірге барсыншы деген ұсыныс түссе, енеңізді қалай қалдырып кету керек екенін қазір мен сіздерге көрсетемін. Байқаңыздар, абайсызда әйеліңізді ренжітіп алмаңыздар. Жаным, сенің мамаң бізбен бірге бармайтын сияқты. Неге? Оған бензин жоқ. Енді қараса, багажникте орын жоқ қой. Бәріміз 5 мыңнан жинадық. Сенің мамаң берген жоқ қой. Кактусты не үшін салып жатсыз? Енді сенің анаңда кактусқа аллергия бар ғой. Енді дөңгелектің желі аз, мамаңның салмағы ауыр. Артқы есік ашылмайды. Күнде түс көргем ғой. Машинаның артқы сиденьясында жылан жатыр. Бұл жолы достарымызбен барайық саяхатқа. Одан кейін келесі жолы анамызбен бірге барамыз. Келістік қой? Жарайды. Құрметті достар, егер де достарыңызбен серуендеуге көкке шыққан жағдайда, ең алдымен әйеліңізге көп көңіл бөлген жөн. Қалайсыңдар? Жаня, болсаң келсіз. Не болсыншы, жай қимылдап. Қалай демалатсыңдар? Жақсы, кел. Жаным, онда сен барып отын жинай бер, біз балдармен барып футбол ойнайық. Жаным, сендер құрбыларыңмен барып серуендей беріңдер, біз балдар болып барлығын істеп тастаймыз. Бірақ ақыры орманға барасыңдар, отын ала салыңдар, Келдер, отырыңдар. Сен Жаня барып палатканы құра берші бар. Әйтпесе шаршап қалдым. Шаршап қалдым. Құра берші бар. Маған қалай құрамыз? Маған бар ғой. Құру үшін астына фундамент құйып тастау керек қой. Сен неғып құрамай жатырмыз деймін? Маған тартасын. Тарт өзіңе. Солай ме дейсіз? Сен неге құрамай жатырмыз деп қоям? Жан, серіктердің палаткасына барып жата салайық та, ол артық үлкендеу ғой. Алло, мәке, таныс құрылысшылар бар ма? Бір палаткаға қанша алады? Көктегі серуенде қызықтардың бірі ол достарыңызбен отырып әңгіме айту. Бастысы әңгімеңіз қызық болсын.
келесі қателіктерді жіберіп алмаңыздар. Сөйтсе жаңа ешек білмеймін, анақта туысқандарым бар деп айтады дейді. Сөйтіп балдармен саунаға барғанбыз ғой. Барып қалса, әйгерім жүр біздің класстас баяғы. Бір күні бір қоян жүгіріп келе жатып шұңқырға түсіп қалған ғой. Ары шығады, шыға алмайды, бері шығады, шыға алмайды. Сөйтіп жаңағы келіп кеткенде үйінен сат алып келіп, сатымен шығып кеткен ғой. Сат алып шығып кеткен ғой шұңқырдан. Сат алып кеткен. Егер де қызықты әңгімелер айту қолыңыздан келмесе, қорқынышты оқиғалар айту. Осы маңайдағы адамдардан сұрасам, бұрыннан келе жатқан бұл жерлердегі адам жегіш қасқырлар әлі күнге дейін бар дейді. Жаным, Жазира тәте қазір бала салып келеді, паркке барып қояды. Естеріңізде болсын, бала бағу қиын, ал туысқаныңның баласын бағу одан да қиын. Самат! Тисе бұрын баласына! Жылатып қойсың ғой! Мынау сенің інің ба? Машинаның терезесін сындырды. Құрметті көрермендер, дәл осындай жағдайда өзіңіздің ініңізге сіз ғана жауаптысыз. Бұндай кезде қателіктер жіберіп алмай, ақылмен жұмыс істеу керек. Мұқият қарап алыңыздар. Жоқ, менің інім емес. Танымайын да. Машинаның терезесін сындырды ма? Бірге жабылып ұрайық та? Дәу жігіт қой, өз басына өз жауап береді. Қайсысы мынау ма? Осы. Анау ше? Осы. Інім, саған шындықты айтатын уақыт келді. Мен сенің ағаң емеспін. Мамам мен папам сенің кезінде көшеден тауып алған. Менікі болғанда қалай? Кейде менікі, кейде менікі емес. Сонда қалай? Мынау сенің інің ба? Иә, ауыстырамыз ба? Мынау сенің інің ба? Иә, не болып қалды? Менің көлігімнің терезесін сындырды. Енді кішкентай ғой, балалықпен жасап қойған шығар. Бір жолата кешіре салыңыз. Ақысын төлей салайын. Қанша? 100 теңге бола ма? 1,5 теңге. Мынау сенің інің ба? Иә, не болып қалды? Менің көлігімнің терезесін сындырды. Енді аға, жас бала ғой. Бір жолата кешіре салыңыз. Ақысын төлей салайын. Ай, Самат! Иә, сол жерде ойнай бер. Не болды бауырым? Көңіл күйің жоқ қой. Қызым тастап кетті. Қой, сонда мәселе болып па? Саябақ қой, алда. Қалаған қызымен таныса бер. Маған кім қарайды дейсің? Ей, мұңайма. Мен саған көмектесем. Қызбен танысудың бірнеше тәсілін көрсетемін. Негізінде мен бойдақпын.
Бірақ амал жоқ, мына жігітке көмек керек болып жатқаннан кейін мен бұған көмектесуге тиістімін. Естеріңізде болсын, қызбен танысудағы мүмкіндікті жіберіп алмау үшін келесі қателіктерді жасамаңыздар. Көзіңе қарап жүрсей? Не болды, көшеге сыймай жүрсің ба не? Көмектесесің, маған ауыр көтеруге болмайды. Доктор айтқан. Кешіріңіз, көмектесіп жіберейін. Қайда бара жатсыз? Мүмкін мен сізді шығарып салармын. Жүріңіз. Қалайсың? Жақсы, өзің? Жақсы. Інің ба? Е? Мынау менің інім. Биыл 2-ші сыныпты үздік бітірді. Құрметті достар, бұндай жағдайда өз інісін мақтамайтын аға жоқ. Бірақ інімді мақтайын деп асыра сілтеп алмаңыздар. Байқаңыздар. Менің де інім сабақ жақсы оқиды. Өткенде олимпиададан 1-ші орын алған математикадан. Жарайсың. 2-2-ні қоссаң неше болады? 5. Менің інім растяжкасы мықты, шпагатқа отырылады. Үйде отырылады. Менің інімнің басында 2 кредиті бар. Менің інім таеквондоға қатысады. Шыға ма сенің інің менің інімнен? Менің інімнің оқымыстылығы соншалықты 2-ші сыныпты 2 рет бітіріп тастаған. Менің інім бокстан жетістіктерін білесің бе қандай? Черный пояс 2-ші дан. Менің інім өткенде менің қызымды менен сындырып алған. Менің де інім сенікі сияқты. Мектепті үздік оқушы, мұғалімдердің мақтанышы. Молодец. Жарайды оныша, кездескенше. Жарайды, сау бол. Құрметті достар, біздің бағдарламаның кеңестерін жазып алдыңыздар ма? Жазып алмаған болсаңыздар, естеріңізде сақтап алыңыздар. Ал егер есте сақтау қабілеттеріңіз нашар болса, ондай болса, біз келесі бағдарламада кездесеміз. 101 кеңес бағдарламасы және де мен Мырзабек Еркебұлан. Келесі кездескенше.